қалайсыздар? Сразу бастай берейік па? Сұрақ қойып. Мен бастасам бола ма? Күшті бірінші сұрақ. Қатты қойғым келіп жүрген сұрақ еді да, короче. Сон. Так, Дари, сен мені таңдағаныңа өкінген кезің болды ма? Или вообще маған неғып үйлендім осыған деген жоқ па ондай? Жоқ, ондай жоқ. Шынымды айтсай? Шынымды айтсай? Жоқ. Ана жерде ана нелер жоқ па? Ана өтірік айтқанда тұтық, неправда деп айтып тұратын нәрсе. Білгем мен. Жоқ, енді бәрібір отбасы болғаннан кейін жоқ, ондай бәрібір бүкіл отбасыда. Жоқ, ұрсасың ғой, ұрысқан кезде бәрібір ойланасың ғой, туф деп. Болды. Болып тұрады, сол үшін ұрыспасай. Туф деп сонымен ойлаған кезің болды ма? Я, жоқ. Конкретный жауап шын. Ұрысқан кезде местами болып тұрады. Қалай болып тұрады ол сонда? Осы миымды ашытып бітті ғой уже дейтін моменттер. Білесің ғой, сен айтам ғой саған. Жігіттер қазір бір сөйлесіп кетсек бола ма? Бар, бір сөйлесіп ойнайды. Неге бірінші сұрақ осындай ауыр болып келді? Кеше ғана ренжіп қалғаны бар еді, Дарин. Әлі ренжіп жүрмін, сол үшін мен отношение выяснять етейін деп тұрық той қазір. Жарайды. Болма, мен қоя берейін ба енді? Или Дархан қойып тсап, сосын мен қоям ба? Менде ондай сұрақтар жоқ екен, менде бәрі андай күшті сұрақтар ма? Бүгінгі күнге дейін өмірінің бәрі түс болды дерік. Оянғанда сен әлі бойдақсың. Сондай мүмкіндік берілсе, мені қайта таңдар ма едің? Жоқ. Егер түсім болып шығатын болса, егер типа тұрдым да, мынау түсім ба не десем, датаво өкінер едім. Майо деп. Түсін бе? Неге түсім болып қалды деп. Андай болады ғой, күшті түссең, оянып кетсең, нервің ұстайды ғой, қайтып ұйықтап, тез ұйықтап жалғастырсам екен дейтін едім. Түсіндер ма, типа? Болады ғой, бір күшті түс көріп атасың да. Сөзін да тұрып кетесің да, ұйықтап қал дейтінші. Дальше. Сондай болатын едім деп атырмын. Түсіндім ғой, мен типа. Жоқ, сен енді жарайды, қараса енді түсінен ояндың жарайды. Енді сен қайтадан таңдайсың ба мені? Конечно. Қайтадан таңдай. Басқа вариантта жоқ менде. Жоқ, например, болса. Вариант болмайды да ғой. Сен бойдақсың. Жоқ. Не болды сонымен? Жоқ болды ма? Жоқ. Басқа вариант жоқ деген не ол? Жоқ. Типа андай ғой. Короче, таңдамайым, сені таңдайым, короче. Екінші сұрақ қазір кейін қоярмын бар ғой, мынаны қойып алайыншы, осы қызық болып тұр. Маған ең қатты ренжіген кезің және ең бақытты болған кезің екеуі. Ең ренжіген кезің и ең бақытты андай өзіңді чувствовать еткен кезіңді айтып берші. Ренжіген кезім жоқ. Бақытты кезім күнде ғой. Жақсы айтып жатыр я. Мен саған ренжімеймін. Ренжісем де ұмытып қаламын мен оны, білесің ғой, ондай жағынан. Жоқ, шынымен бір бар ғой, енді андай жоқ па, ренжіп бір момент болған жоқ па, вообще? Ұмытып қалдым. Ренжисің и келесі күні ұмытып кетесің ғой. Ал бақытты бір бақытты сәттер көп болғаннан кейін ренжістеріңді ұмытып кетесің. Вау, осы кезде Дархан, прикинь, саған үйленгеніме қандай немін, повезло мне деген сияқты. Сонда кезің. Бақыттан басың айналып кәдімгідей лучший менің мужым деп. Айт десе. Бір рет Данеля ма, Дени ма қатты ауырып түнімен ұйықтамай қойған, тістер шығып жатты ғой деймін. И сол кезде мен шаршап ұйықтап қалдым. И сен түнімен сол балаларды қарадың. Бар. Сол моментте. Green flag таза. Молодец дедің. Бар. Әлі қоя бер. Күшті оқып. Қоя берейін ба? Махаббат үшін жасалған ең ессіз әрекетің қандай? Махаббат үшін жасалған ең ессіз әрекет. Так. Ең бір қуғынбайский ғой, короче, бір. Так. Не бар еді? Басқа қыз айтса болмайды қалай деп тұр ғой. Сен айту керек қоя чисто, сен үшін. Ойлайды. Онсыз көп қой негізі. Ол мысалға саған үйленгеннің өзі бір андай ес білесің бе қалайынан бір күнде үйленіп кеткеніміз, оны ессіз деп
қалай түсіндірсем болады? Мысалға мен Бану әпкеге ше тәтті шайға отырып жатқан кезде енді сен мамаң қазір келіп қызымды беріп кетем деген ой болған жоқ қой. Сол кезде айттырғаным ше типа егер қазір үйлендірмесе осы бір айдың ішінде үйленіп ұзату жасап одан сразу тойымыз болмаса мен алып қашып кетем деп айттырғаным. Мен махаббат үшін жасалған бір нормальный нәрсе сияқты ол да, дұрыс па? Енді дұрыс қой, енді ойланшы, келеді да маған айтады. Жоқ, жазда дейді, ол ноябрь айы болып жатыр да. Жоқ, келесі жазға дейді да. Негізі менің отбасым тұрмысқа шығуға қарсы болды ғой басында. Үйдің кенжесімін, содан кейін жоқ әлі ерте жүре тұр деп айтқан еді. Дарханға үйленемін дегенде, Дарханға тұрмысқа шығамын дегенде олар категорически против болған. Біз жазда таныстырдық, мамаларымен. Сентябрьде айтамын ғой, родной. Мамасы келіп тұрды, мамасы алдында. Біз 3 айдан үйленеміз дейміз ғой. 3 айдан кейін. Дейді ғой, короче. Дей ма? Декабрьдің 16-сы ұзатып алып кеттім ғой. Ноябрьде айттым, алып қашып кетем, маған не жүдаты, шынымен күте алмаймын деймін ғой, короче. Декабрьдің 16-сы ұзаттық ғой. Того құрылыс болып. Сондай, короче. Либо ұзатасыңдар, либо 15 күнде мен өзім алып қашып кетемін деп айтқан. Интервью күшті беріп отырып қоясың ба? Интервью беріп отырып қой кәдімгідей. Енді бір-бірімізге айтып отырмаймыз ғой оны. Сен менен қандай қолдау күтер едің? Білесің ғой қандай қолдау күтетініңді. Білем, я. Болдың да. Сол қолдау ма? Сол қолдау. Енді айтса енді. Осы мен жауап бітіп қал. Енді сен жұмыс істейсің, көп қолың тимейді, всегда сырттарда бір встречаларда жүресің, и көңіл бөлмей кететін моменттерім болады бізге, отбасымызға, менің интерестеріма. Сондай кезде қолдау күтем ғой. Артына қараса, артында біз тұрқ қой, братан, деп. Болды, қолдаймыз ғой, всегда. Рахмет. Кеше ғана ұрсып қалғанбыз ғой. Маған түсіріп бермейсің ба, деяқты өлеңме тикток салмадым деген. Жарайды. Просто салмай жүр. Ой, тикток салмай жүрмін да, соны түсінбейді. Айта салмады ғой, сол мені кінәлау жүрді ғой, сол жерде. Сен қоясың ба енді маған? Мен қоям. Сен қояды екенсің. Өміріңнің қай сәттерінен қорқасың? Бір қайта келмесе екен деп ойлайсың. Сол бір сәттер қайта келмесе екен. Ал болашақта не нәрседен қорқасың? Не болды өзі? Неден қорқасың, короче? Болашақта, өткен шақта не келмесе екен деп қорқасың? Негізі андай, неден қайтып келмесе екен деген нәрсе жоқ екен менде. Шынымен барлығы өз орнымен болып жатырған сияқты. Бәрі күшті сияқты. Ал қорқатын болашақта типа қандай да бір случай болып, типа сендермен типа отбасының қасында бола алмай қалуым мүмкін ғой енді. Сондай случай болмаса екен деп қорқам. Жақсы. Біздің қасымызда болмай қалсам деп қорқасың ба? Мен қоям ба енді? Менде бар 3 ұнататын қасиет. 3 ұнататын қасиет. Екінші сұрақ қойын. 3 ұнатпайтын қасиет уже. Түсіндің ба? 3 ұнататын 3 қасиет. Сен жадный емессің. Допустим. Жадный емеспін деген қалай сонда? Жадничать етпейсің. Мен бар ғой неше түрлі адамдар, мен мынандай алайшы дегенде, тұра тұрсай, бірінші бүйтейік та, сосын аласың, не істейсің оны деген жоқ. Всегда бірдеңе алғым келсе, ала беремін да, сенен сұрамай. Сондай дәрежеге жеттік. Сөйтіп? Өйткені сен никогда маған запрет бермегенсің. Жақсы. Сосын оны айтын қасиеті.
Сен сасымайсың. Кеше қандай да. Дархан білмеймін, сен арық болғаннан кейін Қасиет емес қой ол. Қасиет емес. Мен физический бір андай ол андай ішкі жанды немдегі бір қасиет айтсаң бір. Дархан вообще иә андай не одеколон ештеңе жақпасаң да дезодорант қолтығына жақпасаң да сасымайсың сол ұнайды. Ол қасиетке жата ма натуре? Фактор. Да? Да, ал енді ұнамайтын қасиет деген одноклассницам болған, тұрмысқа шығып кетті. Ұнамайтын қасиеттерін, қасиет жақсы қыз негізі ұнайтын маған. Әдемі шашы ұзын деп. Сен ұнамайтын қасиеттерін осындайсың, нетерпеливыйсың. Мен бір жерге Дархан екеуміз шығайын деп жатқанда, сен бірдеңе істеп атсам, аяқ киімді киіп атсам, сен уже киініп алғансың да, мен басыма бүйтіп қарап тұрасың. Мен ана жерде потеря болып атам, сосын бошы дейсің. Иә, бірінші кетті, екіншісі. Екінші, эмоцияң тез өзгереді. Ол сол емес пе ол? Нетерпеливый. Былай, дұрыс. 1 минут веселый болып тұрсаң, 1 минуттан кейін злой болып кетесің. Болды, ол бар. Сосын? Ұнамайтындар. Көп ойланбай айтып беріп жатырмын ғой ұнамайтын. Сосын Топ 3 Қазақстанда ұнамайтын қасиет кеттік. Үшіншісі. Сен маған гүл әп беруді ұмытып кете бересің. Соны бар ғой шынымен. Кешірім сұраймын, иә. Ойлап жүрмші. Всегда ойлап жүресің да. Осы өткенде әперем деп шығып, үйде ақша ұмытып кеткен мұн, наличка, ну-ка, брат, жүрсеш. Үйде ақша ұмытып кетіп алып бере алмай қалдым, жарайды. Осы бір екі күнде күтсе ажырайды, сен бір жақсы кеп қалады, ба не симылға жазып па. Сатқындықты кешіруге бола ма? Сатқындық деген не? Измена ма? Бола ма изменаге? Бәрі кіреді ғой. Предательство. Бұл жерде қатап көріп, негізі қалай айтсам екен, бәрібір кешіресің ғой уақыт өткеніменше, но бір қадап кеткен, именно изменаны айтып атқан жоқ, қыз бен жігіттің арасындағы вообще бір досың, допустим, сені сатып кетсе, онда онымен қарым қатынасты тоқтату керек деп ойлаймын. И любой жерде сондай. Оны кешірмеуде емес. Только делаем выводы. Измена жасап кетсеші. Жоқ, сен жасасам маған, не істеу керек маған? Сен ба? Мен саған ба? Ондай, мы об этом никогда не узнаем. Ассаляму алейкум. Не істеу керек? Кешіру керек па? Или кешірмеу керек па? Жоқ, ондай болады. Кешірмей-ақ қой. Кешірмеу керек па? Кешірмей-ақ қой. Егер ондай болатсам, кешірмей-ақ қой. Деп ойлайсың ба? Давай. Мен қоямын. Не болды? Уайымдап сұрақ қоюды ұмытып кеттің ғой. Дархан измена жасайтын уақыты жоқ, достар. Ол лишний бір жерге барып қалса, бір ресторанға барып қалса, маған стористер жүреді. Дәре, сен күйеуің мына жерде жүр ғой деп. Өткенде бла-блаға кіріп бермеймін ба Астанада? БХБ. БХБ. Жоқ, бла-бла. Бла-бла. Біз жатқан отельдің үстінде екен да, короче. Астана. Братанмен жатырмын, кіріп шығайшы дейді, жарайды деп кіріп шығып, 5 минутта шығып кеткенбіз ғой. Дари сол моментте кіреді да, короче. Тиктокқа ма бір бәрі жазып жатыр ғой, бла-бла да сен байың жүр деп. Шок болған мен. Өмірде бірақ шақ рет клубқа барған мен. Сол үшін уайымдамаймын негізінде. Сен үшін махаббат деген не? Бір-біріне поддержка, сыйластық, жақсы көру, әрдайым бір-бірін қолдау. Қолдау деген поддержка ғой, сондай. Поверхностно, оңай өтіп кете салын, жақсы. Менің қай әрекетім үшін өмірлік жарын қылып таңдау шешім қабылдадың? Қай әрекетің үшін? Не істедім мен осыған болды үйлену керек дейтін? Главный ма? Мен оны бұрында да айтып берген едім, оны табуда.
мен немін ғой, эмоциональный мінезім, ит мінезсің ғой енді. Сол ит мінезі көтере алады екен деп ойладым да сен. Өйткені ана ұрсып қалған кезде мен туған күнімнен кейін. Сосын мен саған звондаған кезде андай легкий телефонды алып, қалайсың кидала деп еще ұрсып қалғанбыз ғой. 2 аптадан кейін звондап тұрмын ғой, оны өзімнің туған күнімнен қуып жібергенмін ғой. Микрофон ұстаса. Өзім туған күнімнен қуып жіберіп, сен не мен туған күнімде маған үйт бүйт деп жүрсің деп, бұл кетіп қалады мен туған күнімнен. Сөйтіп 2 апта сөйлеспей кетеміз, звондаймын, и маған қалайсың кидала дейді ғой, короче. И допустим ұнап қалды да маған ол. Легкость да ол, оңай. И мен енді андай өмірі загруженный бір затты бір ойлап түймедей етіп бүйтіп кәдімгідей жүрген кезде сен нормальный ғой деп солай қабылдайсың ғой. И сол ұнады да. Но мен мінезім көтереді екен дедім ғой, короче. Күшті дедім. Вот көтеріп жүр 5 жыл. Әпесе маған біраз адам шыдай алмайды, досым. Итпіз ғой, Тарас білесің ғой, білесің. Айта бер, Дариф. Біз ең басында танысқанда, екінші күні сөйлесіп бастағанда телефонмен. Мен саған үйленемін деп айтқансың, білесің ба? Ол не деп жатады? Ол өтірік айттың ба, или шын айттың ба? Жоқ, мен саған жарты жыл подписан болдым. Сөйтіп сен жазған кезде айттым, бұны сындырам дедім, сындырдым. Енді дальше үйленемін деген сөзім ғой, типа. Типа мен айттым, істеймін деген типа тема ғой. Достойно? 6 ай подписан болған ғой, Дариғаш. Подписаться етпейді ғой маған. Менде 1 миллион подписчик, бұда 12 мың подписчик ойланшы. Маған подписаться етпейді. Да ну на. 6 ай подписаться етпей, сөйтіп өзі жазған ғой маған бірінші болып, бірақ. Сен жаздың ғой бірінші, қойшы өтірік сауа бермей. Мен қоям. Так, менің болмысымнан нені өзгерткенді қалайсың? Менің болмысымнан не өзгертілсін? Болмысың түрінен ба? Жоқ, болмысым, ішкі жан дүниемнен бір қасиетім ба, бір мінезім өзгерсін ба? Сол кішкене спокойный болса екен деп өзгерткім келеді. Спокойный? Спокойный, қалай? Мен не спокойный емесім ғой, енді мен бірақ жындану мүмкін, ол. Иә. А так чересчур жындан магний ішу керек қой саған. Магний. Болды. Короче, жаңағыдай вспыльчивый характерді жоқ қылсаң деп па? Бүгін ғана сол Лешамен сөйлестік бар ғой, соңыш мен психологқа барам деп сөйтіп сөйлестік, нормально. Сен психологқа барам? Жоқ, жұмыс істейін деп жатыр. 3 жыл бұрын ба психологқа барам? Болмай жатыр енді сол. Әлі жүрсің. Не істеймін? Бүгін ғана сол Лешамен айттым бар ғой, что-то қатты жынданып кетемін депші. Өткенде ұйқыдан тұра салып айтып бердім ба Дариға? Ұйқыдан тұра салып үйді қырып жіберген ғой, соны Леша қорқып қалыпты, соны айтады маған, сен жынды екенсің ғой дейді. Иә, психологқа бару керек па? Психбольницаға бару керек па? Өзің көресің. Барам психологқа, Құдай қаласа. Так, махаббат деген не? Қойшы, екеумізде бір сұрақ па? Мұхтар Шаханов атамыз айтқандай, 2 сананың бір тауы. Бір демсе деген бар еді. Махаббат деген негіз саған негіз қосылам. Махаббат деген түсіну ғой, негіз адам бір-біріңді түсіну. Егер түсіне алмасаң, осындай кезде жауап бере алмай қаласың. Түнде әдем жауап бересің осындай сұрақтарға. Миым ашып қалды. Күшті қылып жауап бергім келіп отыр, бірақ тілімнің несіне келмей жатыр бар ғой. Ойлану. Махаббат деген главный. Сосын саламыз ғой, студияның арендасын 20 мың теңге тұрады. Соза саламыз ғой. Да? Күте тұрам деп тұрсың ғой, короче. Бір чат GPT жақсы сұрақ сұрау, жақсы жауап. Жауап десеп арескаларда, иә. Жарайды, өз ойымды айтып жатырмын ғой енді, бірақ шынымен махаббат деген главный түсіну. Бір-бірімізді түсінсек, андай өткенде кетіп барады, маған ренжіп қалған ғой, сен мен жақсы көрмейсің деп. Әшейін бір нефтем бұл нәрсеге вообще қатысы жоқ. Жақсы көру, махаббат бәрі бір нәрсе ғой. Главный, мысалға, мен сені түсінсем, значит, мен сені мен саған деген көңілім әдемге
просто не үшін тілім до конца бармай жатыр да. Анау біздің папалар досым мен сені жақсы көремін деп айта алмаған ғой. Мен соған қалып кеткен ғой менде ше. Қиын да, короче, андай анда-санда бір айтам. Осындай моменттер келген кезде қысылып қалады да миым ше. Әппесе біреу басқа нәрсе сұраса тіл нандай ғой, 2 метр. Сол айта алмай отырмын, жеткізе алмай жатырмын ше. Махаббат дегенді түсінгің келсе Ари, маған қарайсың, короче ше. Қарайсың да мен саған деген көңіліме қарайсың. Сол махаббат, шын махаббат. Түсіндің бе? Ол анау мен сені жақсы көремін, мә гүл, мен сені жақсы көремін, мә подарок деген емес. Шын мен мысалға сен маған өзіңнің ойыңды айтасың, армандарыңды айтасың. Мысалға мен соны саған қолдау ретінде емес, сенің арманыңды, ойыңды, сенің хотелкаларыңды сенікі деп емес, өзімдікі деп білем, мысалға ше. И сол махаббат деп ойлаймын. Дальше түсініп аласыңдар өздерің жігіттер. Болды. Қойсай. Мен қоямын. Алып қалдық қой, тыныш салып. Қиын сұрақтар дайындап қойыпсыңдар бар ғой. Уже. Мынау жақсы сұрақ екен. Біз бір-бірімізді шынымен түсінеміз ба? Или үйреніп қалдық па дейді. Болады ғой? Түсініп үйреніп қалу деген бір мағына емес па? Түсінеміз ба? Дәл қазіргі әңгіме ғой, жалғасы ғой мынау. Мысалға, үйреніп қалу ол мысалға мынандай. Мен жынданып жатырмын, допустим. Да? И сол жынданып жатқан кезде сен менің жынданғаныма күнде көріп 5 жыл бойы үйреніп қалуы мүмкін да, и қойшы деп бір қолын сілтейсің. Или дальше жынданып жатырмын, сен оны түсініп тұрсың менің неге жынданып жатқанымды ше. Түсініп жатсың ба? И сондай моменттер ғой. Түсіндің ба? И түсіну, үйреніп қалу деген негізі опасный нәрсе. Шын түсіну ол күшті, допустим. Сен жауап бересің ғой, негізі мен сөйлемеу керек. Түсіндірсең түсінеміз ғой, түсіндірмесең қабылдаймыз. Түсінбесең үйреніп қалдық қой дейсің. Мен ондай кішкене, сен глобально ойланасың бір нәрселерді. Мен легко былай базасын ғана ойлап қоя салам. Ертеңгі күнді ойлап жүрсем, сен уже 10-20 жылдық күнді ойлап жүресің. Жоқ, ондай түсінік емес, ондай түсінік емес. Просто бір-біріміздің қасымызда отырық. Бір ситуация болды. Сол ситуацияға сен мен білмеймін, бір зат істеп қойдым енді. Допустим, саған ұнамайтын. Сол затқа сенің реакцияң үйреніп қалғансың ба соған, сондай реакция беріп жатсың, мысалға мен білмеймін қандай реакция. Или болмаса түсінесің ба соны. Дарханның характерін қабылдаймын, түсінем, түсінгеннен кейін қабылдаймын. Жоқ, бірақ әлі мен ойымша бұл андай үйреніп қалды уже ше қазір ше. Оны өйткені шынымен ол андай әлі түсінетіндей нәрсе істемеймін да өзімде мен ше. Бір түсініксіз нәрсе істеймін, өзім не үшін жынданып жатқанын білмей қаласың негізі. Соңында үйреніп қалды негізі ше. Оны қазір басылады деп өзі қоя салады. Атак басқа жағынан жақсы түсінесің Дари. Әңгіме жоқ оған. Түсінемін ғой. Бірдеңе істеп жатсақ, бүйтіп көзімен бүйтіп қарап қалсам, болды деп кетіп қалып. Негізі мен анау айтады ғой, көзіңмен қабағыңмен қимылдатады дейді ғой негізі ше. Соны мысалға мен Даридан көремін. Сен мысалға мен допустим бір съемка болып жатыр, мен просто жаурап қалғанымды түсінеді ғой. Мен жынданып тұрмын, болды, жаурап қалдым, значит, дегенді ше. Оны мен өзім түсінбеймін. Жынданып баратам, қарным ашқан, мен өзім білмеймін, қарным ашып тұр, сол үшін жынданып жатқанымды. Сол моменттер, ол түсінудің высший уровені негізі қарның ашып қалғанын біліп қою ше. Күшті. Ал қой. Выпускта жындана беретін Дархан деп атын ауыстыра саласыңдар ма несе? Бүгін көбінесе сол мен жындануыма кек қаппыз. Ондай бар енді. Адам мінез ғой енді, Құдай берген. Бірақ Абай атамыз айтқандай, мінезімді өзгертпейді дегенді өлтірем деген ба? Сондай сияқты ғой, өзгереміз бізде. Сен үшін жан. Я люблю тебя, идем.
жоқ, біз еще неге сен олай істедің, былай істесем болады ғой дейді ғой. Сол кезде мен істегім келді, не болды? Саған ұнамайтыны, это твои проблемы дейтін бар ғой. Сонда өтірік соқпай өзгертеміз деп. Грин-флаг қып шығарамыз деп келісіп едік қойшы. Өтірік мына жақта өйтіп әңгіме айтпай қой. Біздегі махаббатты сақтап қалу үшін сен не істеуге дайынсың? Қазіргі моментте сақтап қалатындай жағдай емес шығар енді. Вообще егер сондай момент келетін болса, біздің айтып едік қой, біз ажыраспаймыз не болса да. И типа ондай бізде әңгіме де болмайды ғой. Типа өмірде бір рет болмаған, мысалға бізде типа ажырасамыз деген аузымыздан сөз шықпаған. Сол үшін сақтап қалу үшін ол бізден менен не істейтін болса, зависит болатын болса егерде, онда бәріне барам. Түсіндіре алдың ба? Сондықтан да енді мен үшін білесің ғой, отбасы ең бірінші нәрсе. Сол үшін любой затқа барам. Кез келген затқа. И жаңағыдай ажырасу жайлы айтып қалдым ғой. Адамдарға айтқым келіп жатқанынша. Егер де басында үйленгенде сразу Дари маған оны айтқан еді, мен емес, именно Дари айтқан. Типа, давай біз қандай ситуация болмасын, любой, короче, даже изменада деп айтқан едіңсің сенші. Измена жасасаңдашы, мен сен кешірім, мен сен ажыраспаймын депші. И ол жерде измена жасай бер деген әңгімені айтып отқан жоқпын. Вообще ажырасуға вообще ажырасу деген теманы басында уже бір точкасын қойып қойдық та. И одан кейін уже қанша ұрысып атсақ та біз білеміз ол, короче, ұрысып и кейін бәрібір табысатынымызды уже біліп тұрасың сен. Сен ойламайсың, Дари, кейбіреулер бар енді, қаншама достарымыз көріп атырық, біреулер ажырасып кетіп атқан достарымыз да болып атыр. Қиын да. Өйткені олар сол именно ажырасу деген нәрсеге точка қоймаған. Сондықтан да үйленіп атсаңыздар, андай жас отбасы болып атсаңыздар, сразу давай бір-бірімізге ажыраспаймыз деп сөз беріңіздер. Любой ситуация болды, пофиг. Қандай ситуация болмасын, ажыраспаймыз, бірге боламыз дейсіңдер. Сол кезде қандай ұрыс болса да, қандай не болса да өте жеңіл өтесіңдер. Дұрыс па? Сол үшін сен молодецсің, ажыраспаймыз деп айтқан. Мен оны неге айтқанымды білесің ба? Неге? Үйдің іші қарсы болды ғой. Сосын мен жоқ, мен тием дедім ғой. Сосын көр онда деді да, ертең ажырасып кетсем, айттым ғой мен саған деп айтады. Сол үшін айтқан ғой. Болды. Просто сөйтіп, еще кенжесі болғаннан кейін. Зато қосылдың ғой, мен үйленіп. Көрдіңдер ма деп сен айтатындайсың, иә? Иә, қазір жақсы көріп тұрады. Айттым ғой сендерге. Сендер мен түсінбеп едіңдер деп. Иә, қазір мен айтам да, қалай күйеу балаларын қалай деп айтам ғой уже. Білем ғой. Сондай мақсат болған ғой. Еще енді бала шағамыз толық отбасында өссінші деп армандайтын. Негіз бала шағасы болмаса ажырасып кетем десе керуше. Бала шаға қиын ғой, бір мамасымен или папасымен өссе балалар. Айтпашы ондай. Иә, сондықтан да сөйтіп шешім қабылдағанмын. Сол үшін мен айтқам, измена жасасаң да, мен ажыраспаймын деп. Құдай сақтасын. Жоқ, деген жасайды бер деп ойнайды. Просто сол кезде сен өзіңді морально дайындайсың ғой соған. Біреулер андып жүреді ғой күйеулерінің арттарынан. Не істеп жатсың, кіммен жүрсің, қайда жүрсің деп. И ол жігіті уже миын ашытып жіберді да, әйелі звондай бергеннен. Содан кейін уже ойлайды, мынау әйелім уже нервім тұстатты, бір басқа бір майысып отыратын біреу тауып алайыншы деп ой келетін сияқты деген деп ойлаймын. Құдай сақтасын. Сол үшін мен саған вообще звондамаймын. Көріп жүрсің ба? Миын
андай нервіңді ауыртпай қойшы деп. Сен, например, достармен отырасың, мен саған звондаймын. Сен көресің де, туф, мынау Дарида қоймады ғой дейсің, көтересің. Мен достармен отырмын, маған звондай бермеші деп айтасың ғой, например. Жоқ, негізі сөйтіп болса. Сол кезде уже әйеліне де неприятно, күйеуіне де неприятно, күйеуі де дальше уже отыра алмайды достарының қасында, әйел жынданып жатыр. И сөйтіп үйіне келеді, әйелі айтады, неге сен маған ұрыстың достарының алдында дейді. Сөйтіп ұрыс басталады да, и ана күйеуі кетіп қалады, сосын басқа қызға кетіп қалады. Соңында, ақыр соңында. Егер сен соны күтіп іздеп жүрсең, ол бәрібір болатын нәрсе деп ойлаймын. Иә, дұрыс. Онда кім қояды енді? Мен қоямын. Сен қоясың. Бұл конверттегі барлық ақпарат анонимді түрде сақталған. Қорқынышты ештеңе жоқ деп сенеміз. Бірақ сонда да жалғыз қалмаңыз. Кешіріңіз, мына менің конвертім емес. Тина, ашып қарадыңыз ба? Кешіріңіз, сіздікі екенін білмедім. Не деп жазылып тұр? Мен ғашық болып қалған сияқтымын. Екеуміздің конвертіміздің ауысып кеткені болмаса, біз бір-бірімізге ешкім емеспіз. Давай екеуміз ойнайық. Шарттар қиын, бір-бірімізге тапсырма береміз. Тапсырма орындалмай, келесі тапсырма беремін. Мен сенімен ешқандай ойын ойнамаймын, ұқтың ба? Өзіңнің бұрынғы скучный өміріңе қайта барғың келіп тұр ма? Соңғы күндеріңнің қалай өткенін білмей қаласың ғой. Онда анау-мынау деген әңгімелерің болмасын. Түсінбедім. Интим жайлы ойлама. И никакой махаббат. Жоқ, айтсашы енді, сен мені кінәлап тұрсың ба? Сен тек өзіңді қарақан басын ойлап қалған эгоистсің. Осы ма сенің естігің келгені? Сен всегда өз дегеніңді істеп үйреніп қалған адамсың. Айдара, мен емделмеймін. Ал сен еміңді тастама. Кешегі тапсырған анализдеріңіздің нәтижесі келді. Сіздің аяғыңыз ауыр. Емді жалғастыру үшін баланы алдырып тастау керек. Мен енді не істеуім керек? Көмектесші маған. Мен сонда қайсыны таңдауым керек? Біз қалай таныстық? Сенің көзіңмен. И өз көзіңізбен айтып беріңіз дейді. Сен айтасың, мен айтам ба деп. Иә, біз қалай таныстық? Сен версем, біз қалай таныстық? Мен версем. Біз Бақа Пупер деген досымның эфирінде отқан кезде Дари мені көріп қалып, ұнатып қалып, өз жазып, солайынан танысып кеттік. Мен версем осындай қысқа айтқанда. Сен айтып бер енді. Мен көрді да, жаңағы бір баланың прямой эфирінен. Сөйтті да маған жазды, короче. Осылай деп, деп сөйтіп таныстық. Шынымен ғой? Өтірік па еле? 10 жыл бұрын. Жоқ, танысқан жоқпыз ғой ол кезде. Сен ол қызық емес ол. Неге история қызық емес па? Ол жоқ, қызық емес дегенде. Айтып берем история. Сен онда өзің айтып бер, историяны айтып бер. Айтып берсе? 10 жыл бұрын. Мен Қарағандыда Каргуда оқып жүргенде сен сол Қарағандыда алтын арба, сол жерде базарда жұмыс істейтінсің. Сөйтіп, сенің квартира менің универім жанындатын. Мен сосын қыста сол универдің жанында прогулкаға шыққанда сен өтіп бара жатқансың да? Жоқ. Сосын мына қызды күштіккен танысқым келеді деген екенсің. Мен инстамды қараған екенсің. Жоқ, ондай емес. Айтан да қалай? Сен маған сөйтіп айттың ғой? Жоқ, ұмытып таған ғой. Кәдімгідей. Мен, короче, Қарағандыда жүргенде саған айтып берейінші. Жаттамасын бірлетін навсегда. Мен Қарағандыда жүрген кезде мен өзім инстаграмға сол кезде кішкене қызығып сөйтетінмін ғой енді. Сөйтіп, менің 2 класстасым сояқта оқиды. Сөйтіп, сояққа баратымыз катокқа. Сол кезде жүрген кезде бүкіл сол Каргудың бәрі, короче, жүретін.
сол кезде мен сені инстаграмнан көрген едім, түсіндің ба? И сол кезде сол жақтан көріп жүрген, мынау қыз емес па деп сол жақта тағы көріп қалам, түсіндің ба? Универде болды, бірақ ол бұны танысуға қатысы не? Сен енді қалай біз таныстық, енді айтып берсей? Мен Дарханға жаздым, сөйтіп болмаған ответ берді, сөйтіп таныстық. Жоқ, жарайды, бәрін дұрыстап айтып берейін онда. Дариға мен 2018-дің ноябрь айында тіркелдім Дариға. Бұл андай өлең айтатын инстаграмда, бека деген. Вот сондай өлеңдер айтатын, мен көрдім да, мен оның творчествосына несіне емес, мен Даридің өзіне ұнатып, танысайын мынау қыз, қандай күшті қыз деген сияқты, сөйтіп подписаться еттім. И сөйтіп, еще мен ол кезде ойландыршы, қызым бар ғой, басқа қызым бар да, короче. Сөйтіп сол қызға ұнады ғой, мынаған не қылып тіркелгенсің депші. Таниды да бір. Мен айтам, жоқ, тіркелдім, ұнайды деймін ғой, енді ұнағанда несі емес, әшейін күшті, приколдары күшті екен деймін ғой, короче. Соны тіркеліп алдым деймін ғой, короче. Отписка істе деп. Не үшін істемей, жынды ма, мен қалай, типа, сен үйтіп айтпасай деп енді түсіндіресің да, мен кімге тіркелем өзім білмеймін ба? Танымайын бұл қызды бірақ деймін ғой, вообще өмірде көрмегем, ол мені танымайды, маған подписан емес деп сөйтіп түсіндіріп, сонымен ұмытып кетті. Бірақ вообще да қызым дегенде андай бір жүріп жүрген емес, енді бір андай сөйлесіп жүргенше, сондай сөйтіп қызғанады да ол мен. Сөйтіп, короче, подписым ғой. И прикиньте, сөйтіп ол қызбен сөйлеспей кеттім қысқасы. Сөйімда мен іздеймін ғой, мұны таппаймын, короче, ешкім танымайды, короче. Оказывается, ол жақында ғана келген екен Алматыға, Қарағандыға. Енді, короче, біздің ортада ешкім танымайды. Сөйтіп подпискасына кірсем, бақамен, бақаға бұл подписан, бақа бұған подписан, короче. Бақаға жазам. Бақа маған нау қызбен таныстыршы мені деймін. Бақа тұрады, хорошо дейді. Сөйтті ұмытып кетеді. Ұмытып кетіп жүреді. 30-шы март күні. Датасына дейін білесің ба? 14-ші март күні бізде не болды ғой, карантин басталды. 14 басталды, біз как раз 30 март күні Бақа прямой эфирге кіреді. Мен прямой эфирге кіремін да Бақадан сұраймын. Бақа жаңағы демеймін, 2-3 күн бұрын ғой енді. Короче, не болды жаңағы қыз деймін ғой, короче. Не болды жаңағы қыз, мен қашан таныстырасың енді. Бақа, қай, Дарикорын ба дейді. Сосын мен, айтпасай атын бәрін көзінше анау деймін да. И Дарикорын менің қызым дейді ғой. Дарикорын менің қызым жынды ма дейді ғой, короче. Қалай сұрап, білмейтін бен дейді. Жоқ, мен білмеймін деймін ғой. Кешірші досым, білмей қалдым мен. Сені сұрадым ғой, анау деймін да. Эфирден шықсам Дари жазып сұр ғой. Бақа менің жігітім емес деп. Дәл сөйтіп солай таныстық бастап кетті. Вот сөйтті да мен жігітім емес дейді. Ұсталдым әлем деген сол. Түрімді көрді, короче, андай красавчик болып отырмын, андай Меккеге барып келгем ғой. Короче, андай басыма тақыға киіп алғам, тақырбаспын почти. Сөйтіп кәдімгідей ассалаумағалейкум қазақ елі болып отырған кезім ғой. Сөйтіп Дари, мынау қандай, прикинь, сөйтіп Дари маған бүйтеді, ораза ұстайсың, мен өмірде ораза ұстамағам ғой. О кезде де ұстауға не жоқ етін. Екеуімен арық етін, ол кезде ауру сияқты, әлі сондаймын ғой. Короче, ораза ұстайсың ба дейді. Сенші деймін. Мен ұстаймын ғой дейді. Қабыл болсын, мен де ұстаймын дедім. Сол жылы бірінші рет ораза ұстайғам етін. Сөйтіп ораза ұстап, сосын келесі жылы үйлендік қой, содан кейін жарайды. Сол кезде бірақ ораза бірінші рет. Не деген қандай деймін да. Махаббат үшін сен мені ораза ұстадың, көрдің ба? Еще Меккеге барып тілек берген ғой, мен осы жылы үйленейінші құдайым. Меккеден келгеніме 1 ай ғой, 1 ай бұрын Қағбаның алдында үйленсем екен осы жылы. Сол жыл үйлендім ғой. Сол жыл танысық, сол жыл үйлендім. Сондай сұраған біреуісі маған бір жақсы қыз бұйырса екен деп Дариды бұйыртып алып, Алладан сұрап алып кеткен ол жігіттер.
бірдемсе қоңыратты бірдемсе деген бар еді, тығып жіберетін деген жаттап алып ше. Көп қараның ішінен таңдап алып деген. Сондай бір сөз жаттап Алладан сұрап алғаным деп тығып жіберетін деген да. Так, енді мен қоям, Егер біз фильм болсақ, атауы қандай болар еді? Егер фильм болсақ, атауы қандай болатын еді? Фильмнің жанры қандай болатын еді? Жанр керек қой. Трагедия ма, драма ма, романтика ма? Ал, жақсы сұрақ негізі. Давай. Дарханды түсіну деген болушы еді. Түсініп қабылдау. Ұрып жіберіп бұл. Айда. Қой, шын айтшы, Дарья, серьезно айтсай. Айтсай нормально. Хоррор болады. Айтсай Сен нормально. тұрасың да, бірдеңе істеп отырасың да, қарны ашып кетті да, сосын халық оянады ғой, короче. Сондай болады. Фантастика, Человек-паук. Қалай? Человек-Дархан. Дархалк. Дархалк деген бұл кино болады. Халдар дегенше. Жақсы жарайды. Тор емес па, качокта біреуді қойсайшы. Халықта качок қой, жап-жасыл. Болды, жарайды. Түсінікті. Оғанда сөйлесеміз, жаттап отырмын мен сен жаңа. Ең сұрақ. Мен қоям ғой. Давай. Сенің маған айтпай жүрген өтірігің бар ма? Оны қалай айтады, айтпай жүрсе, ол өтірікті. Онда қатысын айтпайсың ғой, бір нормально тығып жіберей деп тұрсың. Өтірігің бар ма сенің айтпай жүрген, или оны айтпай қаласың ба? Бір шыныңды айтшы деп сұрақ қойсай негізі десең ойнайды. Жоқ, ондай өтірік жоқ, бір жасырып қалатын еш нәрсе қалмады ғой, бәрін біліп алатсың ғой, өзің интернетке шығып кетіп жатыр ғой бәрі. Қазір еш нәрсе қалмады, шүкір әйтеуір. Енді андай мелочтар болмаса болады ғой енді. Так өтірік жоқ, шынымен миыма келмей тұр бар ғой, қандай өтірігім бар еді? Өтірігім жоқ, шынымен саған бетім ашық. Біз екеуміз андай сияқты, андай бір біз бір-бірімізден ұялмаймыз, допустим, дос сияқтымыз, достарымыздың бәрі бізде ортақ болып кеткен ғой. Екеуміз одной целыймыз ғой, не? Сол үшін жасыратын еш нәрсе қалмады уже. 5 жыл емес, 50 жыл тұрып тұрған сияқты болдық қой уже. Шаршап кеттім бе дата? Жарай деп жүрді. Ойна. Давай, кеттік. Қайда? Сұрақ. Мен сұрақ қойдым ғой. Жоқ, қандай өтірігім бар? Шындығым бар ма? Шындық сол ғой. Екі сұрақ қойып болады. Грин флаг шығарамадық досым. Болмай қал. Сен мені қатты қызғанған сәтің. Қызғанбаймын ғой сен. Қызғанатын повод жоқ қой менде. Әрине. Бірақ бұрында екеуміз жүріп жүргенде бір қыз болып еді ғой, аты қалай еді? Ғаламыз атын айтып алам. Аты қалай еді, атын ұмытып қалдым. Екеуміз жүріп жүреміз, Дархан соткасын қарап отырмын да, галереясында бүйтіп өзін видеоға түсіріп тұр да, жаңағы атын ұмытып қалдым. Аты қалай? Қазір ол тұрмысқа шығып кетті, айтпақшы жарайды. Сосын келеді да, Дархан мойнынан сүйеді ғой, былай артынан келеді да, мойнынан сүйеді. Сосын сүйеді. Мен де түсінбей қаламын. Лифт ашылады да, ана қыз кетіп қалады да, ары қарай. Кетіп қалды, түсінбей қалдым, мен де ше. Сол моментте андай төбеде Жоқ, жақсы досымыз еді ғой, жақсы араласатын сөйтіп сондай болып. Жақсы екен достарым. Болмаса қарсы достарым. Сөйлессек. Сол моментте қызғанғам. Өтшік не болып қалдым, бабник болып қалдым. Аяқта негізі ше. Бірақ мен ол қызды былай танимын, бір жерлерде кездескенбіз. Өзіміздің пацан сияқты қыз, білмеймін, мен де түсінбедім, не үшін сүйіп алғанын. Не үшін? Бірдеңе тұрды ма мойнында?
жоқ ана қатты не деуші еді аты ашылып кеткен ғой короче қатты жақсы көреді ма сондай екен кейін білдім онша кейін білдің ба? иә сонда не істеп жатсың ұят болды ғой дедім содан кейін кешір менің қызым бар дедің жоқ ба? бетімнен сүйемін деп ойлаған ғой сөйтіп короче Мойынды бердің ба? жоқ ана жетпей қалған да короче ей деп үлгеріп Ұзын ғой еще бой дарханнан ұзын ғой. деп жатқан кезде тиіп кеткен ғой Да еще соны видеоға түсіріп тұр ғой терезеге. мен оны вообще өзімді түсіріп контент түсіріп жатқанбыз ғой ол кезде Иә сол моментте вайндар жазған шықты ғой Ал- вайндар болды ғой сол Ал қазір вообще жоқ ондай ештеңе. сол кезде қызғанып кеттің ба мен шынымен Құрылысқан жоқпыз ба? жоқ сол қызғанып қандай болды сол кезде қыздар көп екеннен жұлып кетпесін басқа біреу ұстап қалайын деген сияқты ма типа Жоқ, қалай қызғандың қатты қызған. жоқ андай Жоқ, білмеймін енді мен өзің де түсіндіре алмадың ғой оны. иә қалай түсіндіресің бір қыз келіп деп лебізі деп мойнынан сейсе все видно десең Жоқ енді былай бәрі араласады дос қыздарда енді мен де ол қызды иә білемін. негізі сол ғой жақсы араласады дос қыз ғой вообще андай бір Мен де қызғанатын қыз емес ойламадым, бірақ мойнынан сүйіп тұрғаннан кейін андай кішкене нелер болды да андай. Ну не отыр мынау деген жоқ сияқты. соңында нормально болып кетті ғой иә бірақ жоқ ол жарайды қоя берші қалай қызғандың андай жүрегіңе қатты тиді ма ауыр тиіп Жоқ, кәдімгідей вообще ондай болған жоқ, бәрібір болды. есіңде қалып қалғанға кәдімгідей прикинь сен есіңде болған Единственный қызбен көрген моментім сол ғой, басқа жақта ұлдармен сол ғой. так енді сен қоясың маған ба Мен сенің соңғы махаббатың екеніне сенімдісің ба? әрине енді құдай сақтасын енді қандай да бір жағдайлармен құдай айырып жатса даже мен басқа біреуге уже қарай аламын деп ойламаймын өйткені тек қана ол ішкі адамның адамы болады ғой менің адамым дегенше сондай адам и ондай адам қайтып таба салу деген оңай болады деп ойламаймын да сол үшін мен қандай ситуация болмасын мен андай салыстырамайды екенмін қанша бір негіз қазір көбейіп кетті ғой қаншама инстаграмда неде бір қыздар бірдемсе мысалға да просто қарайсың да сен қанша сен не деуші еді аты қалай түсіндірсем болады қарайсың да ойлайсың ғой бір сөзбен айтқан кезде мынау сенің тырнағыңа татымайды ғой деген әңгіме ғой түсіндің ба и типа мысалға кейбірге шынымен мен ойлап қаламын допустим да бір қыз қоямын да короче осы қызбен дари тұрады или сондай оны и прикинь сен уже ондай мүмкін емес екенін түсінесің да короче ол басқа сезім негізі ше сондай сезім бұйырсын сендерге ше сен сол үшін жаңа как раз соңы келіп қалыпты досым как раз мен аяқтап жіберейін гүлімді беріңдерші деп осы гүлдей тұра бер енді мен алыстан отырып айтамын ұялады екенші көп айтпайды екенмін осы бір момент келіп қалыпты адамдардың көзінше көп адамға мен өзім достарыма да айтамын чтоб сендер Дари сияқты сендерге Дари сияқты дегенде мінезіңнен емес Дари сияқты өз адамыңды мен қалай Дари тапқандай сендер де сондай өздеріңнің жартыларың табыңдар деп көп бәріне тілеймін да неге өйткені менің қазіргі бүкіл өмірімде болып жатқан жақсылықта өмірімде болып жатқан бақыттың бәрі сен арқылы келеді деп ойлаймын және де ризықтың өзі сен арқылы келеді и мен сен менің өмірімнің главный несісің деп ойлаймын да неше аты есігісің міне ол путеводитель иә сондықтан да саған шын жүректен рахмет менің мінезіме шыдап жүргеніңе менің көптеген минустарым бар өзім ақ білемін оны айтпасаң да ше бірақтан соны
ешкімге білдіртпей жақсылығымды асырып жамандығымды жасырып дейді ғой. Сөйтіп жүргеніңе, 2 бала туып бергеніңе, үйге келген ризықты әдемілеп ұстап, соны барлығына жеткізіп, аз демей, көп демей өйстіп жүргеніңе рахмет. Ең бастысы, менің қандай адаммын, сондай адам қылып қабылдап жүргеніңе рахмет. Мен сені шынымен де өте қатты жақсы көрем. Рахмет. Бұндай сөздерді өмірімде естімеген, Дарханнан шок болып отырмын. Дайындалып жаттап келгенсіз бе? Несі дайындалғансыңдар ма? Жоқ, қазір берді, сен оқып отқан кезде. Сенде де бітіпті ғой сұрақ дедім да. Мен бірінші айтайын, қыз айтқанша дедім да. Енді Даридан тыңдайық енді. Екеуміз меніңше бір-бірімізді күшті дополнять ететін сияқтымыз. Мен слишком андай пофигистпін да өмірде. Проблема қабылдамай, өз бетіме жарайды ештеңе етпейді деп жүре беремін. Ал сен маған бәрін по полочкам түсіндіріп, мына жерде жынданасың, мына жерде жылайсың деп ше, мына жерде қуанасың деп бүкіл өмірімдің осы енді семьямда мені еркелетіп өсірді ғой, ештеңеден ойландырмай, үлкен қалай айтсам екен, үлкен адамның өмірін сүріп көрмегенмін ғой. Вообще тамақ істеуді де білмейтін, вообще сондай бір, білмеймін, ерке бір қыз болып өстім үйде. Сен маған қазіргі өмірдің ағын қарасын бәрін түсіндіріп, кәдімгі ұстаз сияқты болып жүрсің. Соған көп рахмет. Мені қолдап жүретініне рахмет. Алға қойған осы мақсаттарын барлығы отбасым үшін деп жетіп жатсың ғой. Негізі жалғыз болсаң, өзіңде айтатын едің ғой, мен жалғыз тұрғанда қанша ақша тапсам да бәрібір оны жұмсап тастайтынмын деп. Ал сен қазір тапқан ақшаның бәрін отбасыма деп, балаларыма деп алып келесің, барлық жұмыстарыңды біз ештеңеден тарлық көрмесін деп істеп жатсың. Соған көп рахмет. Біз барлығымыз балаларымызбен бірге сені жақсы көреміз. Күшті болып қалады екенсің, сөйтіп айтып тұр енді, Құдай қаласа. Сен өзің айтпайсың ғой, сосын мен де айтпаймын. Мен немен көрсетем ғой, деламен. Біз өткенде киноға бара жатқанбыз. Сосын далада қар жауып кетті да. Болды. Сосын Дархан өз жағының терезесін сүрте салшы, артқа айна көрінбей тұр деймін ғой. Сенмен шықсам жарайды деп сүртіп берді да. Сосын сөйтіп киноға бардық, күшті болды. Так, айтып берем деп едім. Ойнап айтамын. Жоқ, барлықтарыңыз бақытты болыңыздар. Күшті выпуск болды, өздеріңіздің, әзір жылайтындай болдыңдар ма? Көптеген өмірде айтпаймын. Мен қанша болды? 1 жыл болды ғой кәдімгідей. Мен январь айында 1 апта үйде болдым. Декабрь айында да бір сондай. Үйде болып атқан жоқпын қазір. Сонымен ара суыт та, негізі любой адамның енді. Көрмей қаласың, естеп қаласың, соның өзінде, болғанның өзінде жұмыспен жүресің да. Сондай моменттер болады, басқа моменттер болады. Оказывается, осылайнан ашылып сұрақтар дайындап сөйлессеңіздер, бір күшті болып қалады екенсіздер. Допустим, мен қазір барам да Дариды қазір жеке шыққаннан кейін сөйлесеміз ғой, Даримен, допустим деп жатырмын. Жоқ, бірақ, шынымен жақындасып қалды қайтып. Кішкене бүйтіп қалғанда не істеп қойдыңдар да. Сол үшін рахмет сіздерге де. Осыны көріп отқан адамдар, сіздер де жігіттер, әйелдеріңе барып сезімдеріңді бір айтып қойыңдар, ұмытып кету мүмкін. Ұмытқанда, ұмытпаса да, әрдайым айтып қойып отқан дұрыс деп ойлаймын. Дарида мысалға қазір күшті болып қалды. Барлықтарыңызға рахмет, бақытты болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын. Дарида бітір. Жаныстың алдында қазір шығайын деп жатқан соңғы махаббат деген фильмі бар. Біздің махаббатымызда соңғы болсын. Аумин. 26 ақпан барлық кинотеатрларда сіздерді күтеміз.
қорытындылай келген кезде махаббаттарыңыз мәңгі болсын, және де махаббаттарыңызды, сезімдеріңізді айтудан ұялмаңыздар. Керемет. Кәдімгідей күшті болды шынымен де, даридан кәдімгі естіп болдым, мынаған сөйлеп.